Мұғалімге өз онлайн курсын жасап, оны сату үшін аптасына қанша сағат уақыт керек? Көптеген мұғалімдердің қателесетін нәрсесі, олар онлайн курсымды жасау көп уақыт алатын шығар. Инстаграмды жүргізуге күндіз түні отыру қажет шығар деп ойлайды. Шын мәнінде бар болғаны аптасына 3 рет 3 сағаттан сабақ берсеңіз болады. Бұл бір. Екіншіден, аптасына бір-ақ рет 3 сағат съемка жасасаңыз болады. Сонымен қоса күніне 1 сағат жай ғана сабақ өткізесіз. Сол кезде жалпы алғанда бір күнде сіз бөлетін уақыт 4 сағаттан аспайды. Дәл осы 4 сағатты сіз өзіңіз репетиторлықпен айналысып, немесе офлайн орталықтарыңызға да жұмсасаңыз болар еді. Бірақ онлайнда сіз дәл сол 4 сағатта оқытатын оқушы саны көп болғандықтан, әрине көбірек табыс таба аласыз. Сондықтан мұғалімдерге ұсынатын нәрсем, ой, бұған көп уақыт кетеді, ой, анау, мынау деген сылтаулардың бәрін қойып, онлайнға келіп, көріп, жасап, әрине жақсы табыстар тауып жатса, толыққанды осы кәсіпке кету. Келесі видеода мен сіздермен қалайша 40 күнде маған ешқандай жұмыс жасамасам да 40 миллион теңге табыс алып келген вебинарымды жасадым. Сонымен бөлісетін боламын.